Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін әдебиеттік оқудан 80-ші сабақ тақырыбы ғарыш айлақ деп аталады. Ол төмендегідей оқу мақсаттарына негізделеді. Шығарманы дауыстап, түсініп, мәнерлеп, теріп, шапшаң оқу, түрлі дереккөздерден қажетті ақпараттарды табу, өңдеу, тұжырым жасау, таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, сюжетті енгізу, өлең жазу. Яғни бұл бізге таныс 4 жолды өлең жазу. Біз бірінші ғарыш айлақ дегеніміз не? Тыңдалым бойынша Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мәтінді мұқият назар қойып, ден қойып тыңдап аламыз. Қазір бірінші. 80-ші сабақ тақырыбы ғарыш айлақ. Балалар, Байқоңыр туралы тыңдаңдар. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашықтығы, зымыран ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық нысандар үшін қолайлы қону аймағының болуы сияқты жағдайы ескерілді. Байқоңырдың басты және көмекші нысандары мен қызмет ету орындары кең аймаққа орналасқан. Олар бір-бірімен автомобиль жолдары және темір жол арқылы байланысқан. Байқоңырдың негізгі нысандарына техникалық тұғырлар, старттық кешендер мен ұшу трассасының бойындағы өлшеу бекеттері, ғарыш алаңына түрлі жүктерді жеткізетін кірме жолдар, көмекші және қызмет көрсету нысандарына отын, жанармай сақтайтын алаң, энергия және сумен қамтамасыз ететін жүйелер, байланыс жүйесі, телевизия, тағы да басқасы жатады. Байқоңырда зымыран тасығыштың әрбір түріне сәйкес бірнеше техникалық тұғырлар және олардың әрқайсына арналып бірнеше старттық кешендер салынған. Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны болып табылады. Оның басты және көмекші нысандарының жалпы ауданы 6717 шаршы шақырым. Назарларыңа рахмет. Ден қойып тыңдаған болсаңдар, ары қарай білгенге маржан айдарында түсіндірме жұмысымен айналысамыз. Бұл Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысының Төретам ауылына жақын жерде орналасқан. Адамзат баласының ғарышқа жолы осы біздің Байқоңырдан басталады. Сондықтан да Байқоңырды жұлдызды қала деп те атап кеткен. Енді біз бүгінгі сабағымызда Сырбай Мауленовтың Байқоңыр өлеңін танысып, соны оқитын боламыз. Автормен танысып кетейік. Сырбай Мауленов бұл ақын, жазушы, аудармашы, Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Балаларға арналған Барлаушы бала, Құлыншақ, Бала жолбарыс, Қорқақ торпақ сияқты өлеңдер мен әңгімелері бар. Енді Байқоңыр деген өлеңін мұқият оқимыз қазір. Мұқият оқып болғаннан кейін төмендегі тапсырмаларды осы тыңдалым бойынша және осы өлең бойынша сол сүйеніп тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші, төмендегі сөздерді пайдаланып, Байқоңыр сөзін сипаттап жаз. Төменде қызылмен берілген адамзат, жер, алғашқы, Қазақстан, ғарыш айлақ деген сөздер бар. Осыдан бірнеше сөйлемдер құрауға болады. Және екінші, өлеңде зымыран қалай суреттелген? Өлеңнің ішінен жауабын тауып жазамыз. Үшінші тапсырма, осы өлеңде теңеу, эпитет сөздер қолданылған, соларды тауып А және Ә нұсқасы деген жеріне толтырамыз. Және де қосымша мәлімет қарастырамыз. Байқоңыр қаласы туралы не білесіңдер деген сұрақ бойынша. Және үйге тапсырма. Өлеңнің ұнаған шумағын жаттап аламыз. Және 4 жолды өлең жазамыз. Және осы орындаған тапсырмаларыңды WhatsApp желісі бойынша маған жеке жолдауларыңа болады. Рахмет назарларыңа.